Энергияны көтерудің ең қарапайым жолын сіздерге қазір айтамын. Видеороликті соңына дейін қараңыз және де подписка жасап алыңыз, сақтап алыңыз, жоғалтып алмас үшін. Ең қарапайым жолы өзіңізге бір жаңа дүние сатып алу. Кез келген кішкентай арзан дүние болса да болады. Қалам, блокнот, сумка, киім деген сияқты бір ұсақ түйек бір жаңа дүние сатып алсаңыз, энергияны көтереді. Неге? Өйткені сіз ескі дүниелерден арылу керексіз. Қолданбай тұрған дүниелердің барлығымен қоштасуыңыз керек. Өйткені тұрып қалған дүниеде, нәрседе энергия өте төмен болады, немесе мүлдем болмайды, және де ол сол жерде энергияны ұстап тұрады. Яғни энергия алмасуы болмайды. Сол себепті жаңа дүниені сатып алу арқылы сіз жаңа энергия кіргізесіз. Жаман қолданбайтын дүниелеріңізді лақтыру арқылы энергия алмасу пайда болады. Және де автоматты түрде күнделікті жасалатын заттарда энергия болмайды. Бір адаммен ғана сөйлесу, бір жерде ғана жұмыс жасау, зона комфортадан шықпау, осының барлығы энергияны төмендетеді. Сондықтан да өміріңізге жаңа серпіліс беріп отырған дұрыс. Жаңа дүние сатып алу, жаңа білім алу, жаңа жұмыс орнын қарастыру, осы дүниелердің барлығы энергияны өте жақсы көтереді. Біз сіздерге 200-ге жуық тегін сабақ дайындап қойдық. Ол сабаққа қатысу үшін профильдағы сілтемеге басыңыз, немесе комментарийға плюсик қойыңыз. Бізбен бірге тегін сабақ алу арқылы дамып, өсіп, өміріңізді өзгертіңіз.